Дүниеден аңыз адам, абыз адам көшті. Өткені серік аталып кеткен Серік Қирабаев қазақ әдебиетіне, қазақ мәдениеті мен руханиятына өткен ғасырдың екінші жартысында келген. Күні кешеге дейін сөзінен жаңылмай, қаламын қолынан түсірген жоқ. 30 жылдан астам уақыт Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде қызмет етті. Содан кейін 7 жыл бойы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтын басқарды. Ол қазақ әдебиетінің тарихы мен теориясы, сыны жөнінде сүбелі еңбектер жазды. Нақтырақ айтса, 40-тан астам монографияның, 800-ден астам әдебиет сыны теориясы жөніндегі мақаланың авторы. 92 келген шағында 2 сағат бойы шежірелік әңгіме айтты. Сол кезеңде Сәкен Сейфуллиннен бастап Қасым Аманжоловқа дейінгі қазақ әдебиетінің, қазақ поэзиясының әлі күнге дейін жатқайдады. Мәселен, Қасым Аманжолов жөнінде оның жарияланбаған өлеңдеріне дейін білетін, сондай шешен, көргені көп, түйгені де көп, шежіре адам еді. Серік Қирабаевтың шоқтығы биік еңбектерінің бірі Жүсіпбек Аймауытовтың шығармашылығы туралы монография. Осы арқылы алаш арыстарын ақтап, ұмыт болған еңбектерін қазақ әдебиетінің қатарына қосты. Марқұм жүздеген шәкірт тәрбиелеп, Қирабаев мектебін қалыптастырған. Ол күні кешеге дейін мектеп қабырғасында оқытылған қазақ әдебиеті кітабының авторы. Жалпы 20-дан аса оқулық жазып, 50-ден астам ғылым доктор мен кандидаттарын тәрбиеледі. Жүсіпбек Аймауытов туралы ізденіп келген бірнеше ғылым кандидаттарына жетекшілік жасады, және де сол Жүсіпбек Аймауытовтың әдеби мұрасын жан-жақты зерттеуге бағдар беріп отырды. Ізденушілерге қоятын талабы сол тақырыпқа тыңғылықты, тиянақты болғанды қалайтын, және тиіп қашып жұмыс істегенді қаламайтын. Өз сияқты бүкіл ғұмырын арнап, соның соңына түскен шәкірттерін жақсы көрді. Серік Қирабаев 1927 жылы 23 наурызда Қарағанды облысы Жаңарқа ауданы Атасу ауылында туған. Ұзақ жылғы еңбегі бағаланып, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атанып, отан орденімен марапатталды. Академик көзі тірісінде қазақ әдебиетінің 10 томдығын ұрпаққа мұра етіп кетті. Оның жарқын бейнесі әрдайым ел есінде сақталары сөзсіз.